осы жаңа бір тойда айтқан ғой. Қарагөз. Мынау төрәлінің найзағай болып деген тамаша әні бар еді деген баяғыда видеосы тұрады ғой. Сол найзағай болып айтайын оны. Досқын ағамызды әдемі жеткізген ол. Жалынсыз байынан тұнжырап келдің, табынсыз қайдан жеңісіп бақыт, жеңіліс қайғы, махаббат деген қарусыз майдан, махаббат деген қарусыз майдан. Түймедей бақа Маңғыстаулық ақын бар, білесіздер. Сол сөзіне жазылған Шымберген Сүлейменов деген ақын сазгер ағамыз ауылым деп айтады. Сол ауылымды бәріміз ауылдан шықтық қой, тағы бір ауылға барып қайтайық. Ақтыдан жүріп арман ауыл
деген осы көңілдің ажары. Ал құрметті ағайындар, біз қазаққа аттан басқа салттан ғаламатпыз ғой. Қазақтың ұлттық салт дәстүрінен құда болғанның белгісі құдаларға құйрық бауыр асық деген еттеміз. Олай болса қанекей құдаларға құйрық бауыр шақырайық, жеңгелер той төріне шақырайық қанекей. Ей қайда! Мінекей бағанан бері құдай қонақ едіңіздер, мінекей құйрық бауыр жеп, нағыз құдағи болдыңыздар. Мына құдалықтарыңыз 1000 жылдық болсын, күйеу балаларыңыз 100 жылдық болсын, құрметті ағайындар. Мінекей. Ал енді құрметті ағайындар, осындай құда болғаннан кейін, мына құда болғанның белгісі құйрық бауыр осығаннан кейін тағы да бір әдемі ақылетін кезең берейік. Қазақ айтады, қонақ келсе есікке, жүгіре ішікке ішікпе дейді. Қарсы алмасам қонақты кесіргелер нәсіп етмекші. Бүгінгі тойымыздың, құдалығымыздың құрметті қонағы болып келіп отқан осы жердегі құдалар жағынан тағы да бір әдемі ақ-тілекке кезек бере отырсақ деген ниеттеміз. Иә, бүгінгі жастарға деген бір әдемі ақ-тілектеріңізді, ниеттеріңізді айтып отырыңыздар. Жаңа құда мен құдағи айтып жатыр. Одан кейінгі мінекей жас үлкен құдағилар бар шығар, құда балалар бар шығар мүмкін. Аттарын бір айтып берсеңіз мен барар енді. Қызыл көлік, көк көлік, ақ көлік. Ал енді мына бүгінгі құдалықтарымыз 1000 жылдық болсын. Мен осы кісілердің құдағи боламын, құдаларымыздың. Менің қызым осы кісілердің ұлына барып отыр. Ол кісілерге міне 3 немере сыйлап берді. 3 немересі бар, енді біздің де жолымыз сіздерге берсін, сіздер де немере сүйіңіздер. Мына жайылған дастархандарыңыз тек жақсылыққа жайылсын. Мына 2 ана тату болса, негізі балалар тату болады. Біз өзіміз аналар екеуміз жақсымыз. Балаларымыз да жақсы, Құдайға шүкір. Соң біздің жолымыз сіздерге берсін. Енді біз де сіздермен құда болып жатырмыз, міне. Құдалықтарыңыз 1000 жылдық болсын, күйеу бала 100 жылдық болсын. Тек қана жайылған дастархандарыңыз 4 бұрышы гүлге, ортасы нұрға толсын демекпін. Мына қыз, біздің қыз енді сіздерді бақытты қыламын деп келді осы семьяны. Бақытты қылсын, тек жақсылығын көрсетсін. Сол үшін ішіп жеп отырмыз. Ал құрметті туған туысқандар, Әзөт пен Қастердің апасы боламын. 2 балама тілегім дені сау болсын, көтірген шаңырақтары биік болсын, босағалары берік болсын, осы 1 ай болды. Ылғи жақсы тілектерді айтып жатырмыз. Алланың құлағына шалынып, 2 балаға Алла тағала бақ берсін. Бақытта, бақта 2 баланың өз қолдарында.
бірін-бірі сыйлап, біріне-бірі кешірімді болса, өзі өмірдің ең ауыр сондай несі, 5 жыл негізі. 5 жылдан кейін капитан болады біздің қызымыз. Ал енді құрметті құдалар, сіздерге де денсаулық тілеймін. Сіздер де міне сүрініп, жығылып, біздің көңілімізді тауып, бабымызды тауып, соншалықты бізді қошеметтеп келіп жатсыздар. Сіздерге де рахмет. Сіздерге де денсаулық тілеймін. Дендеріңіз сау болсын, бастарыңыз аман болсын. Осындай ойын күлкіден айырмасын. Құдайым ылғи осы балаларды құда жақсылыққа жайылсын дастархандарыңыз. Береке бірлікте болайық. Сіз бізіміз жарасып жүре берейік. Дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық. Самма главное өзі Алла тағала бақ беріп, береке бірлікте болып, бәрі елірге тыныш осы індеттен аман есен құтылайық. Қызымыз оңаяқты болсын. Амин. Ай бәрекелді. Оң болсын бәрінің несі. Амин. Айтқан тілегіңіз қалдырыңыз. Қошемет шақырасыз. Енді жақсы сөзді қара қарай алмастырып, жалғастырып отырсақ, осы жерде мына қазақ айтады ғой, алыстағы ағайыннан жақындағы көрші ағып дейді. Көрші ағысы тәңір қарғысы демекші, бүгінгі мына өздеріңіздің күйеу балаларыңыздың көршісі осы жердегі көрші ағамыз келіп отыр. Одан кейін мінекей өздеріңіздің мына құдаларыңыз деп айтсам да болады. Енді мына Акимзат бауырларыңыздың ұстазы келіп отыр осы жерде. Жорахан дейтін ағамыз отыр. Осы кісілердің бір әдемі ақ деген естісек деген ниеттеміз. Ал аға, сөз кезегі өздеріңізде. Бір қошеметтеп қойыңыз. Ал құрметті құдалар, келген қадамдарыңызға жүріп өтсін. Осындай қыз өсіріп, алтын қыз өсіріп, міне алтын ұясына қондырып жатсыңдар. Сіздерге көп рахмет. Осындай тек осы үйге тойға келіңіздер. Айтылып жатқан жақсы тілектердің бәрі Алла періштенің құлағына жетсін. Осы үй үбірлі, шүбірлі болсын, бала шағалы болсын. Біз енді көршіміз ғой енді. Осыларды жақсы болғанын тілейміз. Өзімізді де қыз бала, ұл бала асырап отырмыз. Бәрі жақсы болған, бәрін түсінем жүректеріңді, суырып бергендеріңізді. Өзімізді қыз беріп жатырмыз. Көп рахмет мені ақ дастарханға сыйлап келіп жатсыздар, құда-құдаға. Ол құдалықтарың мың жылдық болсын. Сол үшін. Ай, бәрекелді, рахмет. Ал енді басында келіп сіздермен амандасып, біраз сөйлесіп, Акимзаттың ұстазы болам, өнердегі. Құрметті құдалар, Алла тағала айтты ғой, әр адамның басына 3 рет жастық шағын қайтарам деген екен. Бірінші жастық шағы балалық балдәурен кезі, кішкентай кез депті. Екінші жастық шағы үйленген кез екен. Үшінші жастық шағы сол адам батаны көп алса 100 жасқа келген кез деген екен. Сондықтан енді бірінші жастық шағы ол ата-анасының қасынан өсіп, үлкен өмірге қанат қақты. Ол да қызда ер жетті, бір-бірін тапты. Екінші жастық шаққа жетті міне. Енді сіздердің бата тілектеріңіздің қабыл болып, 3-ші жастық шаққа жетуге Алла нәсіп етсін дейміз. Барлықтарыңызға бірінші денсаулық тілеймін. Жақсылықтың мыңын шақырсаң бірі келеді, жаманшылықтың бірін шақырсаң мыңын келеді дейді ғой. Қаншама жақсы тілектер айтылып жатыр өткеннен бері. Сол періштенің құлағына шалынсын. Жастар бақытты болсын. Бақыт деген ол кішкентай бала күндерің дейді. Бақыттың басқасын білмеуің, кішкентай сәби болып ата-ананың қасында ойнап күліп жүргенің дейді. Енді үлкен өмірге қадам басып жатқаннан кейін ол балаларды біреу бала сияқты көреді. Бірақ олар уже үлкен жігіттер, уже үлкен ұстаз болды, күйеу балаларының ұстаз. Ана қалада да жұмыс істеді, қазір жерде колледжде де сабақ береді. Білімді, оққан. Бағана бері айтып жатырмыз ғой, балаларға қазір ақыл айтудың керегі жоқ. Тек балаларға бағдар беріп отырса, ол жаман болмайды. Сондықтан осы жерде жиналып отырған адамның бәрі ол ешкім жай келе саған жоқ шығар деп ойлаймын, еріккеннен. Барлық осы балалардың қуанышы үшін, бақыт үшін алтындай уақыттарды бөліп келіп отыр. Барлықтарыңызды шаңырақтарыңыз осындай той болсын. Жиғандарыңыз тек жақсылыққа тойға шашылсын.
Енді әкімзат өзім шәкіртім болғаннан кейін келмеске құқым жоқ. Мына кісі енді көршісі, осы Қарасай ауданының мынау Ауғанстанға қатысқан соғыс ардагерлердің төрағасы, аға үлкен бұл кісінің анау Отан соғысынан кейінгі осы кісілер ғой қазір бәрін неғып атқан. Осы кісі өткенде де болды, әр тойларда неғып жүрген. Мынау бағанан бері өнер көрсетіп шапқылап неғып атқан балалардың бәрі осы әкімзаттың достары, өнердегі, өмірдегі. Досы көп. Оны шақыра берсе қазір сыймай да қалуы мүмкін, мінерге. Сондықтан облыстық, аудандық Шәмші Қалдаяқов атындағы конкурстың өзі лауреаты, дәстүрлі әннен әкімзат. Шәкірттерім көп, бірақ шәкірттерім ішіндегі ең алғыры. Енді мен сол өнер мәдениет колледжінде істегеннен кейін сол жерде балалардың бәрі сол мәдениетке келеді да. Содан кейін бәрі осы той жаққа, ән жаққа, өнерлерде де ғой кілең бұл жерде. Сондайға кетеді ішінде. Солардың ішіндегі бірегейі деп айтамын. Өткенде сіздер жаққа барып кетті, барып келдім деп айтты. Жақсы барып, жақсы келдік, құдалар жақсы күтті деп барлығына. Сондықтан барлықтарыңызға рахмет, көп сөйлеп өтсем кешірім сұраймын. Тойларыңыз құтты болсын, ауырмаңыздар, сырқамаңыздар, мына бәле жаладан аман есен қазақ елі құтылып, жақсы бір заман орнасын деп тілеймін. Көп сөйлеп. Ағамызбен мінеке құдағилардың айтқан ақ тілегінен алдарыңыздағы 50 грамм 100 грамм қанеке алып отырыңыздар. Алып қойыңыздар құдағилар. Алып отырыңыздар. Атасын алып, одан кейін барып франкфурт жасақ деген ниеттеміз. Ал құдағилар жақтан бір қайырлы құдалар болсын. Құдалар. Елахи амин. Амин десең ата дарысын қадырата. Қадырыңыз ұяласын, періштеңіз ұяласын. Астарыңыз қалдық, бастарыңыз амандық болсын. Ниеттеген тілектеріңіз қабыл болып, 2 жас бақытты болсын. Ал, бәрекет. Қайтам деп қайтпауларыңызға болады, кетем деп кетпеулеріңізге болады. Қайтадан заказ беріп, ет жеулеріңізге болады. Егер шаршасаңыздар, антракт жасап билеулеріңізге болады. Орысша айтқанда антракт, қазақша айтқанда алтракт деп баршаңызды сыртқа таза ауада бияланға шақырамыз қанеке. Құда, келіңіздер. Жалына
Bollar kanaki.
Мен көріп ұшқым келіп, жердемін деп ойламадым. Нұры камал, камалым-ай, күндей ашық жанарың-ай. Қолым жетпей, сөзім детпей, жаутаңдадың қабағың-ай, қарадың-ай. Нұры камал, камалым-ай, күндей ашық жанарың-ай. Қолым жетпей, сөзім детпей, жаутаңдадым қабағың-ай, қарадым-ай. Қолым жетпей, сөзім детпей, жаутаңдадым қабағың-ай, қарадым-ай. Жаутаңдадым қабағың-ай, қарадым-ай. Ай, бәрекелді. Ең жақсы білген Мақсатбек Құдағиға 10 мың теңге. Едіге бейін ай, Мақсат-ай, аяғын талмайды екен. Алтын бауырларым-ай, алтын бауырларым-ай. Мені көтеріп алған алтын бауырларым-ай. Енді бір өзіміз бір ішіп алмадық та шетіндер бір. Оймай ақасына кетті. Серік Батыр қалайсың? Hadi aldın aşağıdın aldın. Aytdım ben ulan dedim. Ben niye var işte bilmiyorum. Ben açtım. Solat koyasın olacaqsığı, ana көрпесі деп Келіңіздер асығыстық жасадыңыздар, иә? Келіп бір қабатын алып кетіңіздер. Соның ішінде жаңа қалған мен айтқан болатын қол көрпелері ашық өш Мадина. Ашығынан дәрін. Жаңа жасап үлгермедік. Барын сыйғанша алып кетеміз деңіздер, алып кетіңіздер. Мына сияқты біраз көрпелерді қолдан жасап әкелдік. Ал енді қалғандарын енді міне осындай көрпелері. Ана жолы мебельдердің заттарын, тағы сандықтарын, ыдыс аяқтарын бәрін беріп жібергенбіз. Карантинде торқаға сатып қой бәрін. Енді төрт созба көрпе, ет көрпелері бар ма енді? Мынаны енді қолдың көрпесі, қолдан специально жасадым. Мынаны мен ішіне өзім жасағым көрпелер. Иә, бұйыртып енді өздеріңізде көріп атсыздар. Аны жаңағы ішіне заттар бар. Міне. Барлығы қойдың жүнінен жасалған көрпелер. Қойдың жүнінен. Енді Бұнағы бұйырса балалар бақытты болса балалар. Иә.
Әлі Назиканың әлі көп киімдер тұр. Оны салып келетін біз асықсыз болды да тақсим етіп. Біз де сіздер сат машинамен шығардан осының бәрін келгенде базар істеймайды. Мына үйдің қазынан жаса, қаздың құсынан қолдың тоже қолдың жастығы сатып өткемес. Өткенде алыпты ғой, жарты дүниесін алыпты, мебелін алыпты. Өткен кезде жарты дүниені алған болатын. Одан кейін осы көрпелерін бере алмай қалған болатынбыз. Киім-кетігін көндеп жатырмыз. Киім-кетігін тағы да енді еще тағы да келеді, сол кезде тағы да береміз. Қазір карантин болып жатқаннан кейін нан бар, қолдан жасымен ұзатып. Өткенде бәрі базарлар жабық болды, немене бар алдық, сондан біз өз қолдар жасаған қолын бегіміз, содан осыны осы жол ала келдік. Енді олар қашпай қойды енді. Олар қашпай қойды. Ол мантабаркасы. Тұра тұрыңыздар, менің айтайын деп отырғаным енді. Мына көрпелер, көрпе жастық көрпе төсектеріңізге 5. Бұдарыңызда мін жоқ екен. Бол, тамадылар. Қалыңыздар, құрметті құдағылар, өз бөлімізге басым заман бауырымызды көркесімізге жетті. Осындай алтындай қыз тәрбиелеген сіздерге рахмет. Жалпы кезінде Бауыржан Момышұлы атамыздан сұраған екен, Бауыржан атамыз, сіз батырсыз ғой. Жалпы батыр деп кімді айтамыз деген сұрақ қойыпты. Сонда Бауыржан атамыз айтқан екен, мен батыр емеспін, жай ғана солдатпын. Батыр деп мен қызды айтатын едім. Өзі білмейтін, өзі көрмейтін, түсіне де кірмейтін әулетке барып, сол әулеттің отынан кіріп, күлінен шығып, ең соңында отана болып отыратын қыздан асқан батырлық бар ма депті. Мен сонда сіздер батыр тәрбиеледіңіздер. Ол бір депті. Екінші батырлығын айтайын. Мен қанша жауды жеңсем де, қасымдағы әйелімді жеңе алмадым деп. Себебі күні бойы атысқан жауын қасымда көз бақырайып қарап жатады деп айтады. Сондықтан сіздер осындай батыр тапқан, ақынды тапқан сіздер аналарға рахмет айтамыз. Дәмнен астан алып отырыңыздар. Ақ тілек кезегін алмастырып жалғастырып отырайық. Жақсы сөз жарымыз дейді. Мына өзге елде бой болып жатса, бүгін мына шаңырақта той болып жатыр. Шығар күн күнде шығып арайлап жүр. Көкелер төбемізден қарайлап жүр. Өзгелер өз елінен жұмыс таппай Алматы мен Астананы маңайлап жүр. Қалғандар әлі күнге 40 пышақ, қазақ халқын қазірше хан ойлап жүр. Біз әлі пышақ ұстап көрмегенбіз, Ауғанстанда автоматпен бал ойлап жүр. Біреулер итке мініп шан айдаса, біздің қазақ жипке мініп мал айдап жүр. Қазіргі күніміз қалай болса, ақырет күніне дейін солай қалдыр деп бір шаруа бар. Ал енді осы бір жақсы сөзден кейін ақ тілекті алмастырып жалғастырып отырайық. Сіздер жақ кімге келді? Енді алдарыңызда ешқандай жазу жоқ, мынау келіп деген. Иә, кімге келді аға? Кімден сұрайық? Жастар жағына ғой. Ал жастар жағына келіп қойған екенбіз. Сол кісі айтып айтты жаңа білдік. Ал енді ары қарай. Иә, 2-3 адамнан болады. Балалардың арқасында көргенде келдірдіміз, көріп жатырмыз. Қыз өңістіп айтып жатыр ғой. Енді Назигіміздің келген жері оңай болып, үйге құттықтайтын әкесін. Аллаға бақыт болсын бұлары. Дастархандарыңыз әрдайым жақсылыққа жайылсын. Сонша жерден аттеретіміз ауырғанымыз бар, ауырымыз бар, сауымыз бар, күшіміз бар, сол балалар үшін. Құдайын десе алады деген намысқа тырысып келе жатқан жайымыз бар. Жескенен ешкім немекпен бар, көңілдені қыз балалар бақыт үшін, балалардың құрмет үшін деп көңілденіп жатырмыз. Үлкен кішімен бейлеп жатырмыз. Қойылған тамақтарымызды ішіп жеп жатырмыз. Енді бірақ осылай болды деп ойламадық. Жастар жастықтарын сөйлеткен шығар. Көзден демегенде жастар сөйлеуге кішкене дайыстау болды. Бар арамызда. Жоқ, өз ара ақын ғана құлағымен сығыласып. Жоқ, тілек айтыңыздар, оны ар жағын айтып.
Жарайды, бәріңізді бірін айтпақ, жастықтарымыз бақытты болсын. Сол ғой. Ең Дастархан жәрдемі жайылсын. Балаларыңыздың қызығы болды. Барлықтарыңызға не үшін жүрген. Достарына, қызы құрбы өрдегі жолыстарына шағын рахметімізді айтамыз. Бәріміз жақсы өтіп жатыр. Қуаныштымыз. Назикамыздың шаққан жеріміз жоқ. Көңіліміз толы, бәрі жақсы болып жатыр енді. Әрдайым сол жақсы болсын. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Тойда Ары қарай жалғастырып жіберейік. Мен жүк қойыпты бар. О, бұл кісі ерекше болады. Сіздерге көп рахмет, мол дастарханда. Бәріміз осы қасиетті сөздің арқасында кездесіп, танысып, өз болып жатырмыз. Екі жас бақытты болсын. Жастарға тілейтінім мол бақыт, өмірдегі әр жақсылықты тілеймін. Әр шаңырақта қуаныш мерейтойы болсын. Жастар бақытты болсын. Нәрселеріміз біздің өзіміздің қолымызда, өзіміздің баламыз, қызымыз болып кеткен енді. Оны келген күннен бастап айтып жатырмыз. Өзіміз бақытты, өзіміз оқытты, өзіміз бізде тұқты ғой, өзімізға келгеннен бәрі ой бөлінішті. Сол енді. Біздің туған қызымызды бөлгенді. Жүрегіңіздің жақсысын сіздерге беріп жатырмыз. Бәрі жақсы болсын деп жатырмыз. Міне апалары, аталары бәрі келіп жатыр. Сіздердің үйлеріңізде де сол қуаныш мерейтой көп болсын. Немере шөберелеріңіз қызығын көре беріңіздер. Осындай той көп болсын. Нәзигүліңіз енді мен айта алмаймын ештеңе. Оның мінезі сондай ашық, ешкімге жаманшылық ондай жоқ. Енді өзіңіз көріп жүрсіз ғой енді. Bir ay oldu mu? Kaç ay oldu ki? Çevrenin fotoğrafını bir toplayalım. Siz de göründüğümüz yerinizi sayfiyeniz olay. Asmet Onu kursdaşlarında жақсы көреді. Оның өзінің коллективі de жақсы көреді. Мен қаншама алғыс сөздер естігем. Әйтеуір артынан тек қана жақсылық, жақсы сөз естимін. Сол үшін мен сіздерге сіздер бақыттысыздар, сондай келін алып отырғанына. Әжесі отыр, өзі бағып, өзі өсіріп, өзі жеткізген. Тура, енді бұны қалай айтсам, өзімнің қызымды беріп атқандай болып сезініп жатырмын. Бауырына мен анардың балалары ғой енді. Тек қана сіздерге оңай әумен келсін, сіздерді бақытты қылсын. Сіздер тек қана солардың қуанышын көріңіздер. Тек қана осы үйде сол өмірлі шүбірлі болып, үйлеріңіз жанға толып, сырты малға толып, тек қана жақсылығымен өстіп марқайып отыра беріңіздер. Кем-кетік болса кешіріңіздер. Оны біз түзейміз. Біз мың жылдық құдамыз. Біз әлі талай кездесесіздер. Талай осы дастархан, осы өзіміз осы. Іріктеуден өткізді, сол іріктеуден қысқасы бар, ұзыны бар, бәріміз келдік осында. Енді сіздерді күтіп алайық деген ойымыз ғой. Шынымен де мәселенің барлығы етте емес, ниетте, табақта емес, қабақта дейді. Бұл кісілерде сіздер не алып келеді екен деп қолдарыңызға қараған жоқ. Аман есен келсе екен деп жолдарыңызға қарады. Не киіп келеді екен деп тондарыңызға қараған жоқ. Тағы да аман келсе екен деп жолдарыңызға қарады. Мен ойлаймын, сіздерде бұл кісілердің табағына қараған жоқсыздар, табағына қарап келдіңіздер. Ниетіне қараған жоқсыздар, ниетіне қарап келдіңіздер. Сондықтан ниеттеріңіз, көңілдеріңіз жарқырай берсін дейміз. Жалпы кезінде сырымды атыл дейтін атамыз соны хан шақырып алып сұрапты. Сырым ат бап дегеніміз не? Жігіт мігіт дегеніміз не? Той дегеніміз не? Талдап бер дейді. Үлкен ас болады, аста сырымның жатқан үйіне шек қармен шөп шалаң береді. Сырым намыстанбай жейді да кеп ханға айтады. Хан айтайын, ас деп қазысы мен қартасы, шұбаты мен сорпасы ас дейміз. Сіз берген шек қарын шөп шалаңды пас дейміз.
Жігіт деп жауымен жеңіскемегенді жігіт дейміз, көре алмағанды бігіт дейміз. Ат деп бәйгеден келгенді ат дейміз, соңында қалғанды пат дейміз. Енді той деп не берейік. Той деп аса-басы мықты, қонақтар құтты, бетін бұратын, шапалағын ұратты той дейміз. Ал пой деп тамадасы мылжың, қонақтар ырдың-дырдың, өзімен өзі өрсек айтатын, бетін бұрмайтын, шапалағын ұрмайтын пой дейміз деп. Қыздарыңыз, сіздердің өрістеріңіз кеңейіп жатыр, өрістеріңіз кеңей берсін. Қыз дегеніміз жақсы, кезінде бір апамыздан сұрапты, апа, бала қалай деп. Ой, бала құрсын, бала әйелдің айтқаннан шықпайды. Одан қарағанда күйеу балам жас, қызың айтқаннан шықпайды деппіз. Айналып келгенде қыз жақсы. Қыздарыңыз бақытты болсын, енді осы жігіттердің орындауында шам-шандерінен. Мен айтайын, мына Шамшы атамыздың жақында жалпы 90 жылдық мерекесі өтті 15 август күні. 90 жасқа толды, тірі болған 90 жасқа толар еді. Бүкіл ол қазақтың Шамшысы. Қазақта әнші көп, тек қана Шамшы жоқ дейді ғой. Шамшының орны ерекше. Сол атамыздың жалғасып келе жатқан, ұрпақтан ұрпаққа келе жатқан әншілерді жігіттер өздері алып жүр. Ал енді қабыл алыңыздар. Өзіңмен арыстым, бойында таныстым, жайнаған гүлдей құрбым сен, жағада тұрдың сен. Жазды көркіңде, қайдасың бұл күнде, сен іздеп арманым, сыр бойым шарладым. Сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Аңсаған бақытым сияқтанып, айтуым кетеді қияқтанып. Жол жаққа қараймын, сен жоқсың араймын. Кешікпей келем деп ең, мен тұрмын елеңдеумен. Жол жаққа қараймын, сен жоқсың араймын. Кешікпей келем деп ең, мен тұрмын елеңдеумен. Молдауса қыз едің бір кезде, шашыңа ақпан тек байлаған, өзгеріп кетіпсің бұл күнде, көркіңе көз тастап ойланам. Өзгеріп кетіпсің бұл күнде, көркіңе көз тастап ойланам. Нұрдың қандай жарқын, арманысың қандай жаным, шынарым сен өмірсің еркен тауларында. Сен өмірсің еркен тауларында. Түн жамылып келеміз, айсыз ашық аспан. Төбемізде жұлдыздар үнсіз жымыңдасқан. Бара жатыр зымырап, байқалмайды уақыт. Бұл не деген қуаныш, бұл не деген бақыт. Бара жатыр
дегеніміз осы ардақты ағайын. Біз бақыт тілеп жатамыз. Бақыттың түпкі мағынасы келсек, бақыт дегеніміз тым үлкен болмайды екен. Қадыр Мырзалиев атамыздың жақсы бір өлеңі бар. Бір құдірет бізді өмірге жолдайды. Біз шынымен түсінбейміз сол қайғы. Туа сала таудай бақыт сұраймыз, ал шынында бақыт таудай болмайды. Лүпілдеген жүрегіндей шекенің, өтер уақыт, өтер ғасыр, өтер күн. Оғынып та сезініп те білмейміз, кейбір сәттің нағыз бақыт екенін дейді. Кейбір сәт дегеніміз осы миллиардақ ағайын. Бақыт дегеніміз осы. Мына бауырымыз бүтін төрт көзіміз түгел, ақ дастарханда емін еркін өзіміздің елімізде жетісудың төрінде отырғанымыз үлкен бір бақыт. Бұл жетісудың жері дегеніміз, жеріне 7 шыбық қадасаңыз, 7 жылдан орман қайдалатын құтты мекен, қасиетті өңір. Осы өңірде туып өскен азаматтардың арман жоқ шығар. Сіздер мен құда болып жатқан бұл әулеттің арман жоқ ардақ ағайын. Ендеше дәмнен астан алып отырыңыздар. Біз жаңадан бері жастарға бақыт тілеп жатырмыз, үбірлі-шүбірлі болсын деп әңгіме айтып жатырмыз. Ол өте дұрыс. Біз қазақ өзіміз мың жасамасақ та ұрпағымен мың жасайтын халықтың ұрпағымыз. Ал ендеше бір баласы бардың шығар шықпас қаны бар, 2 баласы бардың арайлап атар таңы бар, 3 баласы бардың сақарадан малы бар, 4 баласы бардың қайнап тұрған қаны бар, 5 баласы, 10 баласы бардың жауға шабар қолы бар дейді. Мына жауға шабар қолдарыңыз көп болсын. Кезінде бір атамыздың 6 баласы бар екен. Әкесін жетектеп апарып келеді екен. Бір атамыздың 16 баласы бар екен. Әкесін көтеріп апарып келеді екен. 16 баламен 6 бала разборкаға шығып жатыр дейді. Әй нағып әкелеріңді көтеріп жүрсіңдер, көтерсеңдер де біздің көшеде өтпеңдер деп. Сөйтсе 16 бала улап шулап айтады дейді. Біз жетіскенімізден көтеріп жүрген жоқпыз. Әкеміздің аяғын жерге тигізсек, 17-ші бала келе ме деп қорқамыз деп айтады. Сіздерден қорқып жүрейік, ұрпағымыз көп болсын дейміз. Ал енді ақ тілекті өздеріңізден жалғастырайық. Жақсы сөз жарым ырыс дейді. Кімге келді? Ер азаматтар ал жастар. Үйдің іші жанға, сырты малға толсын. Екі ортада құрғана алтын көпірлеріңіз ұзағынан болсын. Ең жаман күндеріңіз осындай болсын. Ары жалғастырып Сәріс жоқ, нұрланды сөйлейді. Назигүл қастер, құтырғатқан шаңырақтар дейік болсын, өмір жастар ұзақ болсын. Баршаңызға денсаулық, сауықтарыңыз 1000 жылдық болсын, сыйлығы 100 жылдық болсын. Сол үшін. Бері айтыңыздар, жастар. Қасер, құрылған құтты болсын, үйді орден сауық, мол бақыт тілеймін. Өмір жастар ұзақ болсын. Сіздердің барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Бақтарыңыз аман денсаулық сау болсын. Маған берсін деп. О кісі бойдақ беді. Бар ма алып кетеміз? Бар енді. Ал, мұнда отырған. Қарауып кет жүзім азақ. Тойымыз құтты болсын. Тойымыз тойға алсын. Жасымыз бақытты болсын. Қарауып, менің азақ. Денсаулықтарың құтты болсын. Әзір жақсаттан мен емес ортадан негізі Нұрланның досымын. Менің де қарындасым, Алматыға келді, бірге көріп, Нұрланмен бірге апам бәрін жақсы білейін. Мен Нәзік бақытты болсын, осы үйге бақыт әкелсін, бәріңіздің дендеріңіз сау болсын. Ылғи осындай құдалыққа, тойға, бесік тойға жалып тұрыңыздар. Алматыға жиі келіп тұрыңыздар. Bir şey kuantum da boşa geleyim. Doğusum da işte G getiratım oldu. Seni getirip kimya yazıyor. Bәріңіз денсаулық, күліп ойнап, тойға жиналып жүріңіздер.
Qanday керемет тілектер айтып мінекей. Сіздер мен біздердей туыс болсын дейді. Ара қатынасымыз әрқашан дұрыс болсын. Алла қаласа осы жастардың отбасына ай сайын 10 000 доллардан кіріс болсын. Келесі жылы шілдехана деген сыбыс болсын деп айтып қояйын. Сол тойға жолыққанша дәмнен астан алып отырыңыздар. Жалпы қазақ халқы қандай дәмнен астан алып отырыңыздар. Бір жақсы музыка әндеріміз болса жіберейік болса, бар шығар деп ойлаймын енді. Бар. Бар ма? Керек бар. Жыралайды. Аташалардың, құдалалардың құрметін ардап, бір кезіндегі жас кездерін еске түсіретін бір әндерден папырый болсын. Sesler
деп күйігіңді ақыретке кетпесін оның ішінде дейді екен. Осы ата-аналарымыз аман болсын. Мен енді байқап отырып, бұл аналарымыз не көрмеді, әкелеріміз не көрмеді. Қазір біз бейбіт заманда өмір сүреміз осы кісілердің арқасы. Бұл кісілер 30 жылдың қастығын көрмесе де, 33-дің аштығын көрмесе де, 37-дің сүргінін көрген, 41-дің қырғынын көрген, 86 жылдың шындығын көрген, 90 жылдың ұрлығын көрген, тәуелсіздіктің 29 жылдығын көрген, егемен Қазақстанымыздың бірлігін көрген ата-аналарымыз бір қошеметтер. Аман болыңыздар. Өмір дегеніміз қымбат қой, ешкім өмірді дегісі келмейді. 93 жастағы сіңілісі 95 жастағы әпкесі әңгімелесіп отыр дейді. Әпке, түсімде ата-анамды көрдім, алыстан қол бұлғап шақырып жатыр деп. Жүзсе 95-дегі әпкесі айтыпты, мені көрсеңдер көрмедім деп айтасыңдар деп мінекей. Сондықтан сіздерді көрмесін, ұзақ ғұмыр кешіңіздер. Мұқағали атамыздың мынандай бір жақсы өлеңі бар. Дүниенің ағында қарасында мыңқ етпейсің қабылдап аласында. Қарасымен шамаң жоқ таласуға, ей өмірім зымырап барасың ба? Мен отырмын теңіздің жағасында, берерімде жоқ аған аласында, толқынданып өмірім барасың ба? Мен тастап толқындар ағасың ба деген екен. Осы өмірде бақытты ғұмыр кешіңіздер, жалпы осы балалардың қызығына тоймай жүріңіздер дейміз. Немере, алғашқы немере осы ата мен әженің баласы. Сіздердің осы немерелеріңіздің қызығына тоймаңыздар. Кезінде бір келін анасының қасында, апасының, енесінің қасында баласы алып жатады екен, үлкен баласын. Келіні қызғанып кеткен болу керек. Келіп айтты, мама депті, ана баланы мен ғой 9 ай 9-ын көтерген. Әкеңіз өзім алып жатырмын деп алып кетті. Апам не істейді, ары жүреді, бері жүреді, 3 күннен кейін келіні мен баласының есігін ашып жатқан жерін ашып кіріп, келін айтып, ар жағында жатқан еркек, менің балам 9 ай 9-ын көтерген. Әкел өз балам деп өздігін алып кетті. Әкем өз баласын алып кеткен ғой. 3 күннен кейін келіні мамасының есігін тақылдатып тұр дейді. Мама, бала айырбастасақ бола ма деп айтады дейді. Сонда бала сіздердікі, аман болыңыздар. Келін деген, бала деген бәрі жақсы. Ендеше ардақты ағайын, осы асыл ғана ғұмырда мына жалған өмірдің жылтырағына қызып жүре береміз. Шын өмірді де ойлай білу керек екен. Не үшін бүгінгі мына дастарханда анау-мынау аздау болып тұр? Себебі ауыздан шыққан тілек қабыл болу үшін ауызға кіретін ас адал болу керек деген екен. Ендеше адалдан астан дәмнен алып отырыңыздар. Мінекей алдарыңызда шайтанның шайы, доңыздың майы жоқ. Дәмнен астан алып отырыңыздар. Біз енді қорытынды тілекке келіп қалдық деп ойлаймын өзім. Кімге, сіздер жақ бітті ма жалпы? Жалпы мына өзбек халқы тойға барса билемедік деп ренжиді, қазақ сөйлемедік деп ренжиді. Сондықтан барлықтарыңыз тілек айтыңыздар. Айтылды бізде бәрі. Бәрі айтылды ма? Мен енді Мен жерде бір құдаша бар еді, қаяқ? О кісі айтып кетіп қалды. Жаман айтып кетті. Жаман айтты, жері болды. Қазақстан деді ма, бірдеңе деді ғой? Апа, шайыңыз бірдеңе деді. Енді осы әулеттен үлкендер... Сіз дұрыстарышыңыз болды. Әкімді осы әулеттен бір үлкендер бір тілек айтсын. Мәдина, сен тілек айтпайды сөйледі. Мәдина айтты ғой. Айтты ғой Мәдина. Құда деп тұғын. Құда келіңіз. Тілегін тыңдайық. Содан кейін арғарай бірге шақырайық. Құда сізге рахмет. Мен енді ойлаймын, осы балалар бақытты шығар деп, мына төрт көздер түгел ғой. Сіздей асқар тау әкесі тұрған кезде балалар ешқайда кетпейді. Ажырамасын арамыз, биік болсын санамыз. 18 миллион қазақтың аздығына қараңыз. Алла қаласа, немерелеріңізді қолмен емес калькулятормен санаңыз дейміз. Ой, не деген жабамын. Осы тастамай кейіңізші. Біз қазақ Наурызда ғана киеміз бұны. Жалғыз Амантай қажы киіп жүр, қасына дуэт боласыз. Мына кім келді? Құда, енді өзіңіз бір тілек айтыңызшы көпшілікке. Құрметті құда, құдағи. Дастархан жайып күтіп жатқандарыңызға рахмет. Бәрі екі жастың бақыт үшін енді барымыз, соған енді тілек, бақытты болсын екі жас. Сіздердің жолдарыңыз берсін, біздің жолымыз берсін жастарға. Осындай ақ дастархан әрқашан жақсылыққа жайыла берсін. Сіздер аман болыңыздар бұл жақта. Ар жақта біз аман болайық. Екі жас бақытты болсын. Артынан бір әніңіз бар деп естіп едік біз. Жоқ. Әдемді бір ән шыққаныңыздар. Рахмет. Енді бәріміз
Біліп атырмыз ғой. Бізде мынау Алтайдың ар жағынан келген қазақ едік. Ошақ еліміз, жеріміз деп келген. Алтай тарабаға дейтін өзіндік әуені бар. Алтайдың әуендері дейді, мынау дәстүрләнде жетісу, сосын батыс. Алтай деп айтады, апам біледі. Сол сіздер құдалардың құрметіне сол Алтайдың әуендерінен айтайық. Сіздердің құрметтеріңіз үшін ешқашан ренжімей қайтыңыздар. Алтайдан елге шыққанда Ағажай Алтай деген тамаша бар еді. Елім көшіп қаңырап, жерім қалдау асқара сол шұрайды. Жерім қалдау Ағажай
бетте Алтай Тарбағатай болған, Құлжа болған. Сол жерде баяғы Осман деген атамыз болған, батыр болған, Сұлубай деген батыр болған. Қытайда кезінде Шығыс Түркістан құрамыз деп қаншама мен білем Шығыстың батыр елін, неше батыр өткен. Ол жерде дәстүрлерінің Тұрсынғазы ағамыз бар, Әсет Найманбай шыққан, Біржан Сал шыққан. Сол үшін осы Ағажай Алтай деген кезінде ауыл төкпеген заман болды ғой, қазірде Алтайға келіп. Кейін айтып бересің. Жоқ, енді айтайын деген тағы айтайын деген осы. Ертең сағат 3-ге қалыңыздар айтып береді тағы. Бүгін енді уақыт жоқ. Ау, айтайын деп қоймасыздар. Енді құдағиды, құдағи қайдасыз? Құдағи келіңіз. Biz endi Xudoga жетеміз. Xudoga qo'shimlik bo'lsin. Al endi Xudoga arnayı Gelingizler daha doğrusu. Жоқ, жарайды, келіңіздер, біз ол бар ғой, әзілдеп отырмыз, оны білеміз, 14 жыл тойда жүрміз, 15 жылдың көлемінде, ондай болады. Мына құдамен құда төс түйістіреді, құдағимен құдағи бет түйістіреді, ол бар. Сіздер кішкене әңгіме айтсын деген ғой, бір отырғанша. Келіңіз құдағи, сіздің бір тілегіңіз тыңдайық енді, сіздің бір тілегіңіз тыңдайық. Жоқ, енді құдағи тілек, құда да шықты ма? Ал енді келіңіздер, келіңізші құда. Құшақтау болмайды, қазір вирус қой. Сондықтан алыста отырыңыздар, араларыңыз 1,5 метр болсын деп айтайын. Ардақты ағайын, мінекей, бір адам амал, екінші адам жамал, үшінші адам самал, төртінші адам қамал дейді. Мына қасқайып қамал тұрғанда балалар қайдан кетсін. Мына болаттан соққан қамалдарыңыз берік болсын. Бүгіннен бастап бұл әулетке алтын көпірдің үлкен проектісі басталды. Осы алтын көпірлеріңіз мәңгілік болсын дейміз. Қазақ аттың жауырын өзі мінсе де тәуірін құдасына мінгізген екен. Сондықтан алғашқы сөзді құда айтты, енді құдағиға береміз. Ал енді құрметті құдағидар, туыстар, енді міне 2 жас жиылып отырмыз. 2 баламыз бақытты болсын. Әрқашанда биіктен көрінсін. Осы 2 баламыздың қуанышына тоймайық, тек қана жақсылығын естейік. Бұл жақта сіздер, ол жақта біз аман болайық. Әрқашанда енді осы құдағи дастархандарыңыз тек қана жақсылыққа жайылсын. Енді міне бізді сыйлап келген міне туыстарыма рахмет, түгелдеріңіздерге енді не айтам, денсаулық болса бәрі болады. Артық кеміміз болса енді кешіресіздер. Балалар бақытты болсын, деніміз сау болсын. Ал енді рахмет, мына асаба әкімізі құданың жолдас жораларына міне ат салысып бәрлеріңіз шапқылап, ойнап, күліп, бір кісіде жүгіріп жүрсіздер. Уже мен оқпай тұрмын, 3-ші тамада болып кетті ме, мына жерде 4-ші тамада болып кетті ме, бәрлеріңіз өнерлі кесіздер. Өнерлеріңіз өрге өссін. Енді түгіл сіздерге денсаулық тілеймін. Рахмет бәрлеріңіз. Рахмет. Ал енді сіздерден де бір ақ тілек тыңдайық аға. Сіздер де құдаларға бір тілек айтыңыздар. Аллах енді келген
Жолдарыңызға Алланың нұры жаусын. Екі бала бақытты болсын. Келешектері өмірі көңілді, ата-анаға мейірлі, өмір-өмірге зейінді болып, бай бақытты болып, өз құрбыларының алды болып, жаман атақ қалдырмай, сіздерге де бізге де. Екеуің бақытты болуын тілеймін. Басқа не тілейміз, екеуің бақытты болсын. Енді о жақта сіздер аман болыңыздар, бұл жақта біз аман болайық. Ылғи да осындай жақсылықтың басында бас қосып тұрған Алла нәсіп етсін. Енді құдағиды өздеріңіз танисыздар. Қыздарыңыздың, мен енесі деп айтпаймын, бұл кісі бапкері, сырласы, мұңдасы, бірге ақылдасады, әр нәрсені шешеді деп ойлаймын. Мына шаңырақтың шайқалмаудың бірден бір амалы ене мен келіннің татулығы екен. Сол кісілер тату болса, дастархан қашанда жаюлы, көңілі ашық сондай болады екен. Мен енді сіздерге сол татулық тілеймін. Кезінде бір ене мен келін болған екен, өте тату екен. Бүкіл халық таң қалады. Бір-біріне қатты сөз айтпайды. Қабағын түсіреді чай дайын, қабағын ашады төсек салулы. Сөйтіп жүрген кезде бір күні келін еді, пенде ғой, ол адам ғой. Қатты шаршаған болу керек, 10-ға дейін ұйықтап қалып, сағат 10-ға дейін ұйықтап қалған екен. Енесі келіп, келін айғайламапты. Неғып ұйықтап жасың деп сұрамапты. Төсегінің аяғында жатқан мысық ұстап алып ұрыпты. Оңбаған ішесің, жейсің, жатасың. Ішесің, жейсің, жатасың деп келінге қарап қояды дейді. Бірақ мысық тұрыпты. Міне сондан келін де инабатты келін екен, бірден енесінің бетінен ала жүгірмей, орнынан тұрып далаға шығып қораз ұстап алыпты. Не өзің ұйықтамайсың, не біреуге тыныштық бермейсің деп айтады. Міне татулық дегеніміз осы. Тату болыңыздар. Ал сізден бір тілек тыңдайық. Иә, құда мен құдағилар, жалпы барлықтарыңызға разымын, барлықтарыңызға рахмет. Көрген құдағиларым бар, көрмеген құдағиларым бар, құдаларым бар. Сіздерге мың бір рахмет. Құда 1000 жылдық, күйеу 100 жылдық дейді. 1000 жылдық құда болайық. Әрқашан берекеде болайық. Осындай дастарханымызда, осындай жақсылығымызда бірге болайық. Екі балам бақытты болсын, нәзушім мен қастерім. Қастерім бақытты деймін, өзім де бақыттымын, осындай құдағи таптым. Қоралы бір өскен, өрбіген елекесіздер. Қастерім бұрын біреу болатын, енді 2 болды. Бұрын 2 қыз болатын, енді 3 қыз болды. Алла тағалаға разымын бірінші. Екінші құдағиыма ризамын. Осындай алтындай баласын ұшырып, аялы алақанынан, ыстық ұясынан ұшырып өзіме беріп тұрған. Нәзушім қашанда қиыншылық тартпайды, жаманшылық көрмейді деп ойлаймын. Бақытты болсын. Өздеріңізде бастарыңыз аман, дендеріңіз сау, аман болыңыздар. Енді басқа не айтамын? Рахмет, тілегіңіз қабыл болсын. Енді мінекей сыртта да Алланың нұры жауып жатырған. Осы тілектеріңіз қабыл болсын деймін. Жалпы қыз баланы ұзату әркімнің жаңағы басына бергенде ғана көреді, өте қиын нәрсе. Қыз дегеніміз кім? Қыз дегеніміз әкенің бауырының астымен ананың жүрегінің астынан жарып шыққан гүл екен. Оны біреуге ұсыну деген оңай емес. Өте қиын болады. Мысалы, менің өзім 2 қыз берген адамым. Садикке деген ғой. Оның өзі қиын ғой. Сіздер беріп отырсыздар, ол да қиын ғой. Сондықтан мына қыздарыңыз бақытты болсын дейміз. Ал құда мен құда төс түйістіріп, құдағи мен құдағи бет сүйістіріп қойсын. Төс қағыстырып. Ал бір қошемет жабалақ болсын дейміз. Досым деймін. Сондай болыңыздар. Мен түсірмей қалдым екеуіміздің. Екеуіміз сұрамай қалды. Құдаға қараймын деп, мен құдағи. Ертең Сүлейман Великолепный киносынан кейін тамашалаймыз осы киноны. Ал енді отырсаңыздар болады. Біз енді ардақ ағайын, қадірменді кем қалған жоқ. Ау, бір жер кем қалған жоқ. Жоқ, бәрі дұрыс аға. Сіз кем құсап тұрған. Не кем болды екен? Музыка. Құшақтасып тұрған. Мен енді
Әркім өз әйелімен деп ойлағам ғой енді. Мынау той біздікі болғанмен уақыт алғаныкі ғой. Уақытта бір жерге барып қалып. Осы әулеттің атынан бір кішігірім сый-сапаттары бар дейді. Қос үйден құр шықпа дейді қазақ. Орамал тон болмайды, жол болады дейді. Соны тапсыруға рұқсат етіңіздер. Дайын ма? Әкеп тапсырсаңыздар, содан кейін сіздерді үйге шақырамыз. Сосын үйге шақырамыз. Үй жоқтар үйге, жаңа үй жоқтар гостиницаға, гостиница жоқтар үйге, сосын жан-жаққа барамыз. Барларыңыз үйге барасыздар. Үй жоқтар айтыңыздар, вокзал таңға дейін істейді дегенбіз ғой. Сондай жағдай. Сонда вокзалға апарып шамақшысың ба? Жоқ, мен апармаймын ғой, мен тойдың иесі емеспін ғой. Қоныңыздар бүгін. 5 күн жатып ет жеңіздер. Ал енді сый-сияпатты қабыл алыңыздар, сіздерге арнайы дайындалған. Аз да болса көптей көріңіздер, ырза болыңыздар. Ойларыңызда бір-ақ нәрсе болсын, жастар бақытты болсын деген тілек қана болсын. Қалғанның барлығы жолда болатын нәрсе. Ойда сол ғана болсын. Қалғанның барлығы қалатын нәрсе. Дүние дегеннің өзі сол. Жәнеге бата берген бұдан шапанын. Şekil bu. Tamam. Барсам болады мен құдайға жейтін дастарханнан бердім. Айланып жүріп, сез сыйлаймын. Жоқ, қазір бермейсіздер, шыққанда қараңдар етті. Ал енді сый-сапат қабыл алыңыздар. Мінекей, осы беруге ұялып жатыр, енді мен айтып берейін. Мен кішкене ұятсыздаудым ғой. Әлембек жанжы бермейді. Nereden çıktı? Askeri. Evet. Böyle çıktı. Askeri. Onu koysak. Ana çapan bana ver. Hadi. Sizге жақпай. Hadi de. Шапаның болып қойып. Шыққанда сәжірәні дейді, отырып отқанай. Жақсы, енді мына жер ыңғай істейді, шыққанда кезде береміз дейді. Ал енді ардақ ағайын, мына бастарыңыз бақтан, астарыңыз тақтан, азаматтарыңыз арттан, шайнектеріңіз жоқтан кетпесін. Бір ас қайырыл батасын жасайық, сіздерде мақтай. Ал ендеше, құдалар, өздеріңізден бата сұрайық. Ас қайырыл батасын жасаңыздар. Аға, қайсыларыңыз? Abin de seni vermeye bak. Darısını kıdırata. Kıdırıntı yalasın, büyüktün yalasın. Şanartların büyük olsun, dastarkanların bol olsun. Olsun şanarı kutuğun yekeceğiz ömür bakıtlı olsun. Özdürümüzü kut bereket etsin. Arkadaşında olsun ballarının kızığına terip oturayıq. Amin, ay bereket. Ne kalay söyleyeyim bizim kaynımıza? Ay bereket, bereket. Rahmet olsun. Hey!
Осы тойға барша асабаларды, музыкаларды дайындап, сіздердің көңілдеріңіз шығуға ең бір себепкер болған осы әулеттің күйеу баласы Акымзат бауырымыздың бір қорқын тілегін сіздерге аңшу тілегін қабыл алыңыздар. Ал Акымзатқа бір қошемет болсын ата ағай. Құдаларға бір тілек айтып жіберсін. Бәрекелді. Құдалар артық кем кеткен жер болса, кешіріңіздер. Сіздерден кешірім сұраймыз. Жолдарыңыз болсын. Ұлдарыңыз өсіп, бай болсын. Құлдарыңыз өсіп, тай болсын. Үйлеріңізде той болсын дейміз. Енді бір тамаша би болсын. Ешқандай реніш болмасын. Өптіріміз шашадыңыздар. Енді тек қана тойға келіңіздер. Қастердің шағыран осы Алла қаласа. Тек қана тойға келіңіздер. Басқа ештеңе айтпаймыз. Ал енді бір тамаша би болсын. Содан кейін ары қарай тамаша бимен жарғайық.